UFC наш деп қоясың. Асыл Алмабаев дәл осы алдағы сенбі күні керемет көш өткізеді. Сол жекпе-жекке болжам жасап көрейік. Ассалаумағалейкум соққы арнасының көрермендері, біз сіздерді сағынып қалдық. Егер сіздер сағынсаңыздар, комментарий жазыңыздар. Ең бірінші бүгін біз сіздермен Асыл Алмабаев және Матеус Николау арасындағы жекпе-жек жайлы сөйлесеміз, болжам жасаймыз, талдау жасап көреміз. Енді бұл жекпе-жек 19 қазан күні, ал Қазақстан бойынша 20 қазан күні таңертең бұл жекпе-жек орын алады. Лас-Вегаста орын алады және UFC Fight Night 245 турнирінде бұл жекпе-жек орын алмақшы. Бұл жерде де біз мықты жігіттердің жекпе-жектерін көре аламыз. Соның ішінде дәл осы Асыл Алмабаев пен Николау арасында болғалы тұр. Енді мықты жігіттер дейтініміздің себебі бар. Себебі Асыл Алмабаев дәл қазір 15-ші орында тұр рейтингте, ал Николау 7-ші орында тұр. Енді бұл жігіттердің арасындағы жекпе-жек керемет өткелі тұр. Себебі мықтылардың арасындағы турнир екендігі сөзсіз. Ең бірінші Асыл Алмабаевқа тоқталайық. 1994 жылғы 2019 жылы М1 Global чемпион атанған, 2020 жылы Найза Fighting NFC-де чемпион атанды. Зүлфихар деген лақабаты бар. Жамбыл ауданы Жаңаталап ауылының тумасы, қазір Алматыда өмір сүреді. Бойы 1,62, салмағы 125 фунт, яғни 56 килограмм 700 грамм. 2013 жыл бастаған ең алғашқы мансабын жалпы командасы Дартим және оның ең мықты тұстары ол грэплинг, бразилиялық джиу-джитсу, ММА және де қазақша күрес. Бұл енді керемет жеңісі, негізі қазақша күресті білуі бұл алдағы уақытта оған үлкен пайдаларын әкеледі деп сенеміз, себебі бұған дейін үлкен пайдаларын әкеліп жүр. Және джиу-джитсудан мастер спорта, яғни спорт шебері, ал Николау дәл осы джиу-джитсудан қара белбеу иегері. Енді рекорды 22 жекпе-жек өткізген, оның 20-сын жеңіп алды және оның екеуі жеңіліс. Ол Тагир Уламбеков пен Дағыстанда өткен жекпе-жекте 2017 жылы жеңілген және дәл сол жекпе-жектен кейін артынша тағы Мехман Мамедовтен тағы да жеңіліске ұшырады. Енді Тагирден 3-ші раундта нокаутты алып қалды, яғни берілуге тура келді 3-ші раундта, ал Мехманмен очко бойынша, яғни жеңіліп қалды. Бірақ 2017 жылдан бері Асыл Алмабаев жеңілістің дәмін көрген жоқ. 2017 жылдан бері 7 жыл бойы, соңғы 7 жыл бойы және 16-да 0 деген рекорды бар. Өте белсенді жауынгерлердің бірі негізі. Жыл сайын тұрақты түрде 2-3 жекпе-жектен кем дегенде өткізіп отырады. UFC-ге келгелі де ол осындай талап қойды және сол талабы бойынша жүріп келе жатыр. Шынымен де өзінің айтқанын істете алатын мінезді спортшылардың бірі. Жалпы жаңа айттық қой, М1 Найзада чемпион болған және Брав SF дегенде чемпион болмақшы болды. Бірақ дәл сол чемпиондық белбеуге чемпиондық кездесу беріп тұрған жерінен бас тартып UFC-ге барған болатын. Себебі мен UFC-дің уровенін, яғни деңгейін көрдім. Сондықтан Шавкат Рахмоновқа жаңағы не болып барды ғой, жанында қолдаушы ретінде барды және сол қолдаушы ретінде барған кезде ол UFC-дің уровенін көргеннен кейін болды, мен тек қана UFC-де өте білсем деп ары қарай нақты шешім қабылдап сол бойынша келе жатыр. Қазір 3-0 деген рекорды бар UFC-де, яғни 3 жеңіс, барлығында жеңіп келе жатыр. Яғни 3 жекпе-жектен кейін өзінің айтуы бар, 3 жекпе-жектен кейін топ 15-ке кіремін, одан кейін топ 10-ға кіремін, одан кейін топ 5-ке, одан кейін 2025 жылы мен UFC чемпионы боламын деді. Енді дәл сол сөзі Құдай қаласа орын алса екен, себебі осы жылы қазір жекпе-жек өткізіп, келесі жылы тағы бір 3 жекпе-жек өткізуді жоспарлап отыр. Асыл Алмабаев, енді сәттілік тілейміз. Жеңіске жетуіне тілектеспіз. Енді қарсылас жайлы айтайық. Николау ол 7 жеңіс, 3 жеңіліспен келе жатыр UFC-де, ал UFC-ге дейін ол 12 жеңіс, 2 жеңіліс және 1 тең нәтижемен келген болатын UFC-ге. Содан бері мінекей араға біраз уақыт салып, өте керемет жекпе-жектерді ұйымдастырып келе жатыр. Соңында, яғни соңғы 2 жекпе-жегінде Алекс Перес бен Брендон Рейвелдан нокдаунмен, яғни нокаутпен жеңіліп қалды. Бұл енді оның қазіргі психологиясына кері әсерін тигізуі мүмкін. Соңғы енді жекпе-жектер, яғни 2 жекпе-жек қатарынан жеңіліп отыр. Соған қарамастан енді әрине рейтингте нөмір 7-ші, себебі мықтылардан жеңіліп отырғандықтан енді ол да рейтингтен тез шығып кете қоймайды қазір.
93 жылғы Рио де Жанейро қаласының тумасы, бразилиялық, және де бойы 1,67. Енді Асу Алмабаев бұл қиындық тудырмайды, 5 сантиметрге ғана ұзын. Ал Асу Алмабаев, өздеріңіз білесіздер, кеше соңғы жекпе-жегінде өзінен 20 сантиметрге ұзын жігітті жақсылап тұрып сабады, жеңді. Енді бұның мықты тұстары, спорттық мықты ұстанымдары ММА Джексон және джиу-джитсудан қара белбеу иегері, жаңа айтқанымыздай. Енді мынау кәсіби мансабындағы рекордтарына кішігірім тоқталайық. 19 жеңісі бар Николаудың және 5 жеңілісі, оның біреуі тең нәтиже. Енді Асу Алмабаевпен екеуін салыстыра келе, оның Николауда 5 нокаутпен жеңгені бар, ал Асудың 3 нокаутпен жеңгені бар. Ал мерзімінен бұрын берілуге итермелеген Асу Алмабаевта 9 жекпе-жек бар, 9 жекпе-жекті берілуге міндеттеген, яғни берілуге тура келген, ал Николауда 5 жекпе-жекті берілумен аяқталған мерзімнен бұрын. Және төрешілердің шешімімен 9 жекпе-жекті аяқтаса Николау, ал Асу Алмабаев ол 8 жекпе-жекті төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен екен. Енді бұл арқылы біз мынандай нәрсені түйеміз. Екі жігітте жалпы есепте өте ұқсас. Ең бірінші олардың ұқсастығы джиу-джитсуды меңгергендігі, екеуінің де ұқсастығы қатты, бойлары ұзын емес, жаңағы тығыншықтай дейді ғой, дене бітімдері тығыншықтай. Сол үшін де олардың ең үлкен артықшылықтары күрес, және сол күрес арқылы бір-бірін ертең жеңуге тырысады. Және нокауттары көп емес, және де төрешілердің шешімі де көп бұл жерде. Төрешілер шешімінде де көп жеңіске жеткен. Ал Асу Алмабаев, өздеріңіз білесіздер, UFC-ге 2023 жылы кірген кезде ең алғашқы жекпе-жегінде турнирдің ең үздік жекпе-жегі атағын иеленді. Енді бұл жарқын жеңіспен, жарқын манерада кірді бұл UFC-ге, және ары қарай да жарқын жекпе-жек дәл қазір керек, яғни үлкен тәуекелдерге бару керек. Бұл жерде Асу Алмабаев оны жақсы біледі деп ойлаймыз. Енді түрлі мықты тактикаларды қолдану керек, соққылар алмасу керек, қанды жекпе-жек болу керек, және сол кезде ғана жалпы адамдар жеңсең де жеңілсең де сені жақсы көріп фанаттарың көбейеді, әсіресе Америкада. Сондықтан Асу өте сақ қимылдайды, бірақ осы жолы ол сақтығы кетіп қалмайды ғой, сақ жұдырықтасады, және осымен қоса оған енді шоу жасау керек деп ойлаймын. Ал бірақ психологиялық тұрғыда енді Асу Алмабаевтың чемпиондық менталитеті, яғни менталитет, психика өте жақсы жұмыс жасап тұр дәл қазір, өзінің мансабының бабында тұр, шыңында тұр өзі Асу Алмабаев дәл қазір. Сондықтан Асу Алмабаев менің ойымша жеңеді деп ойлаймын, және ол берілумен, яғни берілумен жеңіске жетеді, нокаут емес, төрешілердің шешімі емес. Екінші, үшінші раундтарда Николаудың берілуі, яғни бір әдіске түсіп қалады ғой Николау, шамамен, менің ойымша. Енді грэпплинг мықты ғой Асу Алмабаевта, сондықтан осы арқылы ол жақсы ұстаған жерлерін, қылқындырған жерлерін Асу Алмабаев енді қылқындырған жерлерінен жіберіп қоя салмайды оңайлықпен. Сондықтан Николауға бұл жағынан қиындық туайын деп тұр. Бірақ Николаудың да дәл осы тұстары жақсы дамығандығын ескеру керек. Бірақ менің ойымша психологиялық жағынан енді бір рет жеңілгеннен кейін көп жағдайда жігіттер спортта білесіздер пробитие болып қалады. Сол пробитие болып қалған болуы мүмкін. Енді мықты жігіттерден жеңілді, өзі 31 жасқа келді, енді мансабының ең мықты тұсында жеңілістерге ұшырап жатыр. Енді бұл оған психологиялық тұрғыда кері әсерін тигізеді деген сенімім бар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Барлығын комментарийға жазыңыздар. Жалпы менің ойымша қысқа нұсқа ақыл тоқтатқан жігіттердің жекпе-жегі болғалы тұр. Бірақ сонда да біз тентекский жекпе-жектер күтеміз.